Енді әріптестер YouTube'да ашуды үйрететін боламын. Біз Ақмарал Дүкенбаеваның парақшасында едік, Google аккаунтын аштық. YouTube'да қалай ашамыз? Мына жерде YouTube'ға кірген кезде создать канал деп тұрады. Начать. Өзіңіздің атыңызбен немесе басқа атпен ашуыңызға болады. Біз өзіміздің атымызбен ашайық. Мінекей жасадық. Енді сурет жүктесеңіз болады. Өзіңіз қалауыңызбен оны Ақмарал апайдың өзі жасайды деп ойлаймын. Позже настроить етуге болады. Бұл жерде добавить видео деген болады. Сол арқылы сіз каналыңызға видеоларыңызды салып отырсаңыз болады. Мінекей видеоларымыз біздің осы жерде сақталады. Мынау келіп жатыр уже. Біздің алғашқы видеомыз мінекей. Жаңа Паутунда жасаған видеоңызды мына жерде 3 нүктені басып, мына жерде скачать дегенді басып, өзіңіздің компьютеріңізге скачать ете аласыз. Мінекей түсіп жатыр менде. YouTube'да аштық, каналыңызды әдеміледіңіз. Енді осы жерде монетизация деген тұрады. Монетизация, кешіресіздер. Монетизация деген болады осы YouTube'да. Ол бойынша сіз, егер YouTube'да ақша тапқыңыз келіп, жалпы YouTube арқылы видео түсіріп, өзіңізді дамытқыңыз келсе, сіз аптасына кемінде 2-3 видео салуыңыз керек, және подписчикті солай көбейте аласыз. Подписчик көбейтудің негізгі жолы сол. Әріптестер, мен сіздерге YouTube туралы неге айтып жатырмын? YouTube бұл өте қазіргі таңда трендке айналған приложениялардың бірісі, ол арқылы сіз ақша таба аласыз. Сізге айтады, YouTube айтады, подписчигіңді көбейт, видеоларыңды әдемілеп сал, мен саған ақша беремін дейді. Вот, егер сіздің бір хоббиіңіз болса, мысалы, ас мәзірлерін түсіргіңіз келеді, немесе тігін тігуді үйреткіңіз келеді, немесе тіл үйретіп, балаларға тіл үйреткіңіз келеді, немесе фитнес жасағыңыз келеді осы YouTube арқылы. Сондай әдемі қылып телефоныңызда видеоны аласыз, ашасыз, өзіңізді видеоға түсіресіз. Видеодан ешқашан қорықпайық әріптестер. Себебі қазір видеоның заманы, видеоның уақыты, видеокамераның заманы келе жатыр. Сол үшін қорықпаймыз, видеодан еркін боламыз, өзімізге сенімді боламыз, видеоға түсіреміз, YouTube'ға саламыз. Енді YouTube'ға салған кезде, мысалы сіздің тіл туралы, тіл үйренуге туралы видеоларыңыз бар. Сіз оны копировать жасап, чаттарға жібересіз, оқушыларыңызға жібересіз. Оқушылар бізде көп қой, олар көреді оны, қызығады. Егер әдемілеп монтаждасаңыз. Монтаждау үшін сіздерге 2 приложениені айтамын. Біреуі InShot, екіншісі KineMaster. Бұлар телефон арқылы болатын приложениялар. Ал мен өзім Movavi деген программаны қолданамын. Оны мен өзім сатып алған болатын, 5-6 мың теңге болған. Сол арқылы мен монтаждарымды сол арқылы жасаймын әріптестер. Енді YouTube'ға видео салдыңыз, енді ақшаны қалай табасыз? Ақшаны YouTube сразу бере сала ма? Ондай емес. YouTube сізге қашан ақшаны береді? 1000 подписчик жинаған кезіңізде. Және 4000 қаралым болу керек. Видеоларыңызда 4000 қаралым және 1000 подписчик жинауыңыз керек. Сол кезде сізге YouTube ақшасын бере бастайды. Өкінішке орай біз қазір Қазақстанда өмір сүреміз. Қазақстанда қазақша контент енді дамып жатыр. Яғни өкінішке орай дегенім, Қазақстанға көп ақша бермейді олар. Себебі қазақша контент аз. Сол үшін әріптестер, қазақша контентті дамытамыз. Қазақша контент деп менің үнемі айтып отыратыным сол қазақша контентті дамытып, осы YouTube'тың Қазақстанға деген назары ауу керек. Сол кезде ол бізге көп ақша бере бастайды екен. Жалпы YouTube туралы осы әріптестер. Енді әріптестер, YouTube'тан қалай скачать етуге болады деген сұрақтар келеді, басқа мысалы нелерді, видеоларды. Мысалы, бір видеоны алайық. Бізге мысалы мына видео керек болып тұр, я? Осы видеоны біз қалай скачать етеміз? Басамыз. Мына жерде әріптестер, мынау сілтемесі тұр, я? Енді скачать ету үшін мына жерде сілтеме тұр. Осы сілтемеге барасыз да, мынау YouTube дегеннің алдында нүкте тұр. Сол нүктеден кейін YouTube'тан алдын кішкентай S дегенді жазасыз.
мынау SS 2S дегенді жазасыз. Жазып болғаннан кейін Enter'ды басасыз. Неке мынандай бет шығады. Скачать без установки дегенге басқан кезде YouTube видеоңыз мынаны скачать дейсіз. Сонымен бұл сіздің компьютеріңізге түседі. Мінекей осы әріптестер біздің YouTube туралы айтатындарымыз. YouTube'да трендке шығу үшін, YouTube'да подписчик жинау үшін көп жұмыс жасауымыз керек. Аптасына кемінде 2 сурет, 2 видео салуымыз керек. Пайдалы болу керек. Қазақша болса өте жақсы. Қазақша контентті дамытуымыз керек, әріптестер. Енді жалпы осы айтатынымыз сіздерге ұнады деген ойдамын. Ендігі тапсырма сіздерге YouTube-тарыңызды ашыңыздар. Және қалай ашқандарыңызды маған, қалай тұр YouTube-да сіз қалай тұрсыз, соны маған скриншот жасап жіберіңіздер, әріптестер. Бұл біздің тапсырма.